Құмырсқалар. Құмырсқаның тіршілігі адам таңғалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Ойлап қараңдаршы, олардың әр түрі болады. Сендер оларды білетін шығарсыңдар. Біреулері үлкен, далада азық іздейді. Біреулері кішкентай, үйде жүреді. Біреулері орманда азық іздейді. Ал біреулері шағу алса ауыртады. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік. 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Әр илеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздың ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте ақ жетіп келеді. Балалар, ал сендер құмырсқа жайлы қандай қызық мәліметтер білесіңдер? Төменге жазып кетсеңіздер болады. Осы сұраққа жауап берген баланың астына жазып кеткенін мен бәрін оқып шығамын. Тезірек жазыңыздар. Сіздерге бұл мәліметті айтқан мен Айкөркем, және бұл Көркем ТВ арнасы. Жазылуды ұмытпаңыздар.